Сәлем достар, бүгін менің жолдасым инстаграмнан самса тандыр самса көріп қалған ғой, соны тандыр самса жегім келіп кетті деген соң. Давай онда мен қазан самса жасап берейін саған, дәмі мощный, сочный шығады деп. Бірақ өмірімде алғаш рет жасауым. Енді уайымдап тұрып қалай шығады екен деп, мына жерде уже салмасын дайындап кеттім. Осы салмасына көріп тұрғандарыңыздай сиыр еті, май, пияз, бұрыш, тұз және су қосып араластырып қоямыз. Мына жерде қамырына бір жұмыртқа, жарты стакан су, май қосып қатты қамыр илеп қоямыз. Бұны дөңгелек қылып жайып, маргарин жағып ортасына тығыз қылып ораймыз. Менде біріншісінде маргарин, екіншісінде кәдімгі май жағып осылай орайдым. Холодильникке 1 сағатқа, морозильникке жарты сағатқа қойып аламыз. Ол қойып болғанша, қатқанша мына жақтың жолдасы маған от жағып көмектесіп жатыр. Қазанда 20 минут қайнатамыз міндетті. Мына жерде уже мен қамырларын бәрі жайып, осылай самсаны түйіп, қазанға апарып жапсырып жатырмын. Мына жерде батырып жатқаным, жұмыртқаның ағына батырып жатырмын, сарысының бетіне жақтым. Вот, міне, самса дайын, прям күшті болып шығады. Өзбек ағайындарым жасайтын самсалардан кем емес қой. Далада кәдімгідей қазанның күйген иісі мощный самса болып жасап көріңіздерші. Мен өмірімде алғаш рет жасадым. Күшті шыққан, енді қалмады, бәрі жүріп